намысын нанға айырбастайтын, арын ақшаға айырбастайтын сол бір сұмдық заманда Назарбаевтың қазақ халқын тентіретіп жіберген кезінде бұл қазақ не істерін білмей үйсіз қаңғып қалаға келіп жұмыс үшін, мансап үшін, үй үшін, ақша үшін, күнкөріс үшін не істеп, не қоярын білмей жанталасқан кезде жағымпаздықтың ең сұмдық, ең таңғажайып үлгісін жаратып бұл шықты. Конец власти оқыған жоқсың? Жоқ. Ой ғой сен ұят болады. Нені оқыдың ба? Екінші жақ окно вертон оқыдың? Жоқ. Ей сен мен қалай әңгімелесем мен? Темекі шегесің ба? Жоқ. Ой, айтпа. Ішпейсің даже. Жоқ. Мынамен қайтып сөйлесем, мынамен қайтып сұхбат жүргіземін. Болмайды, даже қызған жоқсың. Ой, жоқ. Болмайды. Жинана, қайттық. Жүр.